Сәлем достар, сіздермен Салтанат. Бүгін сіздерге өзімнің жасап жүрген нанымның рецептісімен бөлісемін. Дәл осы рецептпен жасап көрсеңіздер, бір жасағаннан осындай булочкадай жұп-жұмсақ және тандырдағыдай дәмді нан болып шығады. 300 мл жылы сүтімізге 200 мл жылы су, 1 ас қасық тұз, 1 ас қасық шекер, 2 ас қасық сұйық май, 1 ас қасықты алып қоямыз. 1 дана жұмыртқа және 10 грамм құрғақ ашытқы салып, тұз бен шекер ерігенше жақсылап араластырамыз және електен өткізілген ұнымызды аз-аздан қоса отыра жұп-жұмсақ етіп қамыр илейміз. Қамырымыздың иін қандырып илеп болған соң 1 ас қасық сұйық майымызды құямыз. Сұйық май қамырымыздың ыдысқа жабыспауына және көтерілген соң қамырмен жақсы жұмыс жасауға көмектеседі. Қамырымыз өте әдемі болып көтеріліп шықты, енді оны зуалаларға бөлеміз. Осы қамырдан менде 6 күлше нан шықты. Қамырымыздың бетін майлап, табаға салып, формасын келтіріп, тағы да 10 минут көтерілгенін бетін жауып күтеміз. Нандарымыз өте әдемі болып көтерілді. Енді бетіне тесікшелер жасап, сарыуызбен сүтті араластырып, барлық жеріне тиетіндей етіп жағып шығамыз. Және кунжут сеуіп шығамыз. Сіздерге керемет лайфхак, піскен нанның бетіне осылай сармайды жағатын болсаңыздар, жылтырап және керемет сливочный дәм береді. Осы әдісті міндетті түрде қолданып көріңіздер, нандарыңыз өте дәмді болып шығатын болады. Осы рецептпен жасап көріңіздер, керемет болып шығатынына кепілдік беремін. Рецепті жоғалтып алмау үшін каналыма тіркеліп, лайк, коммент қалдырып кетіңіздер. Назарларыңызға рахмет.